Я, короче, бүгін рилс болады бұйырса. Я сондай пландап отырмын. Давай досым алам болды. Қаласы болды ене. Рилс түсіру керек еді, я. Давай эксперимент жасайық та, ошын рилс түсіремін дедік қой, жай ғана түсірмей эксперимент жасасаң қалай болады. Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге бүгін жұмысқа келдік. Кешірім сұраймын, түсінбей қалған болсаңыздар, бұл жалпы мен қазір келесі видеода түсіндіріп кетемін, в общем. Ассалаумағалейкум бауырлар, қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Мінекей тағы да бір ойбай. Мінекей бүгін неге осы сөзі қателесе беремей? Мінекей бүгін тағы да бір видео. Бүгінгі видео ерекшелеу болады. Бүгін эксперимент жасағым келіп тұр. Яғни бүгін бір ой келді. Мен Астанада уже примерно бір аптадай болып қалды. Осы жақта жүргеніме. Сіздерде ең алғашқы видео жаңағы қазір бір жерде жұмысқа бардық. Сол жақта жұмыс істедік, в общем. Өйткені ақша бәріне керек қалды. Соны толық түсіремін ба деп ойлап жүргенде мен ол жұмысқа бармайтын болып шештім. Өйткені менде сабақтар басталды дегендей, сол сабақтарға қайтадан бару керек болды, оған дайындалу керек болды. Жаңағы жұмысты аяқтай алмай қалдым. Яғни бармайтын болдым қысқасы. Жақсы, бұл теманы жауап қояйық. Өткенде бір видео салған едім, квартира жайлы 35 мың теңге деген, я әлбетте 35 мың теңгеге квартира таптым. Негізі жақсы, өте жақсы, керемет. Тамаққа үшін 5 мың теңге ғана салдым. Общий сомасы 40 мың теңге. Яғни кез келген жерде осындай арзан әрі қалай деп айтса болады, нормальный бір үй табуға болады. Просто сіз тек іздеуіңіз керек екен. Мен өйткені пәлен-пәлен күн іздедім, содан кейін барып таптым. Яғни алдын ала жоспарладым, осындай күні барам, бұйырса осындай күні сабақ дедім де, алдын ала жоспарлар бізде қарап дегенде бүкіл жерде қарап шарлап, үшін сөйтіп жүріп тапқан үйім осы болды. Шүкір Аллаға. Мен қазір қуаныштымын осы үйде тұрып жатқаныма. Ал енді жаңағы тақырыпқа көшетін болсақ. Жалпы мен бүгін сіздерге дей бермей тұра тұр дұрыстап айт. Так, мен бүгін сіздерге в общем айтқанда мен сөздерімді жеңіп қалған, көп сөйлемейтін болғандықтан осындай болып жатыр, енді кешірім сұраймын. Қысқасын айтқанда, бүгін Instagram ашып, соған рилсқа видеолар салып көрейін деп жатырмын. Ойдан Instagram ашып, соған жаңағы видеолар салып, в общем, қалай жиналып екен. Менде ескі видеолар бар, яғни TikTok-тағы видеолар. В общем, сол видеолар көргім келеді, қанша просмотр жинайды. В общем, бұның жауабын бір аптадан кейін айта жатармын бұйырса. В общем, айтқанда солай, емін-еркін қысқаша видео осындай. Неліктен бүгін жалпы түсіріп отырмын, яғни видео түсіріп отырмын, бұндай видео. Өйткені разнообразие болған қаладым, тек қана влог түсіре беру, ол бір, білмеймін, бір қиындау сияқты. Қиындау болғанда маған оңай, просто бір нәрсе қайталана берсе қиындау да. Мен ылғи да бір жерге бара беремін, мысалы. Енді алдағы уақытта Алла қаласа Хан Шатырға барамын дедім. Бұйырса барармын. Және ақ мешіт па, қай мешіт еді? Новыйдан салынған мешіт бар еді ғой Астанада. Соған үлгеріп қалу керек болып тұр, барып, Алла қаласа соған да барам деп жоспарлап отырмын. Қазір видео түсіруімнің бірден бір себебі, енді басында айтып кеткенде видеолардың басында осы уақыт болса адам азғырыла береді. Сол азғырудың алдын алғым келді біріншіден, екіншіден үйде көбінесе жалғыз қала бермеймін. Үйде көбінесе адамдар болады. Сол моментті пайдаланып осындай видео түсіргім келді. В общем айтқанда, сол қазір мен сіздерге парақша ашқанымды және оның ішіне ең алғашқы видеоны жүктеп, соны салғаным жайлы видео салатын боламын. Соған кірсек, содан кейін тоқытерін айтармын, жалпы осылай болды. Бұл жақта ескі видеолар бар. В общем айтқанда, бұл видеолардың кез келген аламыз да бүйтіп жүктеп саламыз. Ассалаумағалейкум бауырлар, қалдарыңыз қалай, амансыздар ма? Ал бауырлар, мінекей Нұреке рилс деп ашып қойдық. Енді бұйырса бөлісе беретін боламыз. Ешкім жоқ, почти сол, в общем айтқанда
Кыскачасын айтканда видео осындай болду. Буюрса алдағы уақытта ошаққа видео салатын боламыз. Қазір салып бастайбыз. Так. Қазір салып бастай береміз. Сосын кейін бұйырса көріп жатармыз. Мен сенің көздеріңе мұң қарай кетпеген сол үшін бұлт басқан күннің беті болашақ бұлдырай деп енгізіп қояйық. Сосын хэштегке бүйтіп жазамыз. Мінекей. Сосын ешкімді отмечать етпей қояйық. Бұйырса бір аптадан кейін ровно осы экспериментті сіздерге нақтылап көрсететін боламын. Мінекей мынандай деңгейге жетті деп. В общем, өздеріңіз көргендей мінекей видеомызды салдық. Бұйырса бір аптадан кейін, болмаса бір айдан кейін сіздерге осылай подписчик жинауға болады екен деген сияқты. Мен әлі рилсті зерттегім келеді. В общем, сондықтан да осындай видеолар салып бастаған себебім де сол. Яғни рилстің өзінің алгоритмі бар болу керек. Ол міндетті түрде сол алгоритмді мен зерттеп сіздерге ұсынатын боламын. Былай істесеңіздер былай болады деген сияқты. Сондықтан да барынша осы арнаға жазылып, барынша осы арнаға, осы видеоны барынша таратыңыздар. Болмаса лайк басып, комментарий жазып қолдап кетсеңіздер болады. Қысқашасын айтқанда бір айдан кейін жолыққанша Алла қаласа. Яғни осындай тақырыпта, осы тақырыпта немесе бір аптадан кейін жолыққанша аман саулықта, қысқашасын айтқанда деп ниет беремін. В общем, сау болыңыздар, жақсы сау болыңыздар.